Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен өте дәмді вупи-пай тортын әзірлейміз. Таза ыдысқа 4 жұмыртқаны, қантты және шымшым тұзды қосып, араластырып миксерлейміз. Алдын ала шоколад пен сары майды ерітеміз. Еріту үшін газға немесе микроволновкаға қоюға болады. Жұмыртқа мен қантты ағарғанша жақсылап миксерлеп араластырамыз. Дайын болған массаға шоколад пен сары майдың ерітіндісін суытып, қосып, тағы да араластырамыз. Ситадан өткізілген ұнға какао мен қамыр қопсытқышты қосып, араластырып, 3-4 бөлікке бөліп, біркелкі масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Пергамент қағазына 4 пергамент қағазына 2-3 қасықтан қамырымызды қойып, осылай біркелкі етіп жайып шығамыз. Дайын болған қамырды пешке жібереміз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін сүзбелі ірімшікке маскарпоне, қант ұнтағы және де кілегейді қосып, біркелкі болғанша миксерлеп араластырамыз. Дайын болған корждарымызды, яғни тортымызды жинаймыз. Подложкаға крем жағып, үстіне коржды қойып, арнайы насатканың көмегімен осылай кремді әрлеп шығамыз. Корж крем, алма-кезек тортымызды жинаймыз. Тортымыздың ең үстіңгі жағын кремімізді біркелкі етіп жайып, үстіне алдын ала дайын болған ганажды құямыз. Ганаж үшін шоколад пен кілегейді қолдандым. Міндетті түрде ганажды суытып алу керек. Әйтпесе кремді ерітіп жіберуі мүмкін. Тортымыз дайын болды. Әрлеу өз қолдарыңызда. Осындай әдемі әрі дәмді тортты дайындап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Егер видео ұнаса, каналыма жазылып, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Салтанат.